Сәлем оқырмандар, бүгін сіздермен лимон, миятаны қатыратын боламыз. Апельсинді қатырсаңыздар болады. Осылай сыртын жақсылап жуып, тазалап аласыздар. Және де миятамызды осылай жіптерін алып, араларын барлығын ашып, ішіндегі артық заттарын алып, жақсылап жуып тазалап алатын боламыз. Міндетті түрде жақсылап жуу керек. Содаға салып алсаңыздар да болады. Қыстың күнінде болса да, кез келген уақытта морозилькке қатырып қойсаңыздар, іздеп жүрмей, кез келген уақытта дайындай бересіздер. Содан соң осылай барлығын біртіндеп алып, жайып шығатын боламыз. Жақсылап толықтай кептіріп аласыздар. Бірден турап алуға да болады. Мен сабақтарынан кейін қураған екен, тек қана жапырақтарын алдым. Қайнаған суға салған екен, ашылып, қайтадан әдемі болып шығады. Осылай барлығын дайындап алдық. Енді лимондарымызды турайтын боламыз. Өзіңізге ұнаған формада турай бересіздер. Мен осылай турап, морозилькке қатырып алдым. Кез келген уақытта осылай қызыл шайымызды, көк шайымызды, лимонымызды, миятамызды салатын боламыз. Және де науатымызды, қайнаған суымызды құямыз. Осылай ташкентский шай дайын. Өте дәмді болып шықты. Видеоны лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Менің каналыма тіркеліп қойыңыздар.